Көп жастар бизнесмендердің сұрайтын сұрағы, аға, осы уәждемені қайдан алуға болады, ынтаны. Мен айтам, егер сіздер ынта іздеп бір спикерге барсаңыздар, не соны іздеп жүрсеңіздер, онда бірінші сендердің істеп отқандарың істерін өздеріне ұнамайтын іс. Өйткені өзіне ұнайтын істі істеп жүрген адам ешқашанда сырттан уәждеме іздемейді. Уәждеменің бәрі іште жүрген нәрсе. Сол уәждеме күшті беріп отырған сол ғой. Сондықтан егер мына Уоррен Баффет жақсы айтқан ғой, мен дейді өзімнің жақсы көретін ісіммен айналысам дейді. Ол инвестициялау, ол менің жақсы көретін ісім дейді. Мен өмірімде бір күн жұмыс істеген емеспін дейді. Өйткені білесіз, оның жұмысқа бізге сырттан қарасақ, ол жұмысқа барып жүр, а оған ол жұмыс емес. Ол жан рахат. Сондықтан оған ешқандай уәждеме, ынта керек жоқ, ол автоматикалық түрде іште болып тұрған нәрсе. Сондықтан уәждеме іздемеңдер, өздерінің жақсы көретін істеріңді табыңдар.